Комменттерді қарап шықтым. Ол жерде көбіне жазылған сөздер Алланың қалағаны болады. Адамдар өздері қолдан жасап жатыр. Атом бомбаларын жарып, жерді оңды-солды қазып, мұнай сорып, ауаны ластаған деген сияқты. Енді біреулер бізге 200-300 жыл қалды деп жатыр. Біздің ұсынып жатқан мәліметтер өте маңызды. Адамдар тыңдаса екен деп, жан-жақты ғылыми статистикалық сараптамалар арқылы жеткізіп жатырмыз. Адамдар келе жатқан апаттың өте қауіптілігін қазір сезінсе екен деп дабыл қағып жатырмыз. Ал егер адамдар кеш болмай түсініп әрекет ете бастаса, әрине шешімінде табылады. Алланың қалауы болады дейтіндерге, күмәнсіз Алланың қалауы болады. Бірақ адамдардың таңдауына қарай болады да. Егер адамдар еш әрекет етпесе, әрекетсіздігінің жазасын алады. Ал егер адамдар әрекет етіп, шешім жолдарын қарастырса, онда әрекетте берекет, қарапайым тілмен айтқанда. Сондықтан адамдар нені таңдайды? Жойылуды ма, әлде өмірді ме?